Достар, мынау біздің район. Қараңдар, магазиндер тола, кафе, ярмарка, в общем, барлығы бар. Ай бе, ақша шешіп алды. Қараңдар достар, 120 мың теңге шешіп алды. Біздер осы жерге келгіміз келген, бірақ няха ана адамдар жүр ғой. Басқа жағынан екен. Жоқ, в целом жауып тастаған ғой аны. Негізі есік ашық болу керек қой. Неге жауып тастаған екен? Бір қызық көрсетейін ба? Тура қасымызда, короче, бомж ұйықтап отыр. Не? Жынсың ба? Болды. Ай, аяғым жүрамаймын. Достар, біз дайынбыз. Біз көруге дайынбыз. Кетір. Көр. Ой, блин, дейтіндей бақырсың. Достар, барлықтарына сәлем. Біздер Франция, Париж қаласындамыз. Бүгінгі влогты біздер бастаймыз. Міндетті түрде лайктарды басуды ұмытпаңыздар. И каналға тіркеліңіздер. Бізге, короче, такси вообще не вариант, потому что қымбат. Сол үшін метромен баруымыз керек. Пойызымыз вовремя тоқтаған ғой бізге келген кезде. Так, қалаға қарай жылжитын боламыз қазір. Ал, кеттік, отырайық. А? Адам жоқ па типа или что? Жоқ, вообще орындар, орындықтар тап-таза әдемі. Короче, метроларын қараңдар. Осындай екен. Бұл жақта тоже иттерді алып жүре береді екен. Метро, магазин, анау-мынау. Так, достар, ситуация мынандай. Біздер бағана аэропорттан түскелі бері дұрыстап тұрып влог түсіргенде жоқпыз. Қазір сағат уже 9 болды кешкі. Не істедің? Неге влог түсірмедің десеңдер? Білмеймін, что-то вообще түсіргім келмеді, потому что андай настроение болмағаннан ба. Біздер осы Сабина екеуміз ұрыспаған болатынбыз. Бір-бірімізге Парижге дейін сөйлеспей келдік. Парижге емес, даже отельге дейін десек те болады. Парижге ұшпай тұрып, аэропортта екеуміз сөзге келіп, ұрысып қалдық. Ол маған тырысып қалды. Сөйтіп бір-бірімізге үндемей келдік. Отельге келе жатқан кезде бір Таиландтың кафесінен тамақ жедік. Енді тамақтары страшный қымбат екен, порциясы кішкентай болса да. Сөйтіп отельге орналасып отқан кезде Сабина айтты, мен ұйықтап аламын 4 сағат, а то ұйқым қанбады деді. И давай мен де ұйықтап аламын деп, ұйықтап, ұйқыны қандырып, кешкі 8-де тұрған болатынбыз. Қазір сағат 9 болды уже. Сабинаны оятамын, давай тұр кеттік далаға деймін да. И Сабина айтады, мен ұйқым қанбады, мен ұйықтаймын ертеңге дейін дейді. Енді қалай ол ертеңге дейін ұйықтай береді адам дейді. Енді ұйқысы қанбаған шығар, натуре білмеймін, мен өзім лично андай адамды 5-6 сағат ұйықтаймын да, болды жүре беремін мен азаннан кешке дейін. Бетім датау болғандай қызарып кеткен ғой, ашып жатыр ше, далада күннің астынан жүре бергеннен. Сөйтіп Сабинаны 1 сағат бойы оятамын, тұр, кеттік, машинаны қарайық, элефилевей. В общем, тұрмайды, сөйтіп өзім шығып кеткен болатынмын. Енді не істерімді білмей тұрмын. Сабина қазір отельде. Енді мен не істерімді білмей отырмын, жалғыз өзім кете берейін ба, әлде Сабинаны күтейін ба деп. Сабинаны күткеннен смысл бар ма деп. Потому что ол тұра ма, тұрмай ма, бір құдай біледі. Ол негізі жатса, по идее, жата береді сияқты қазір. Сол үшін оятайын ба деп отельде отыра беріп уже қысылып кеттім да, сөйтіп далаға шығып кеттім ғой мен. Сөйтіп общем қазір жалғыз өзім тұрмын отельдің жанында. Мен по-любому қазір Сабинасыз кетпейтін сияқтымын. Енді қалай қалдырып кетемін оны жалғыз өзін отельде? Қате ойма деп қоям. Енді жалғыз өзін қыдырып жүрген бір жағынан гнилой поступок па. Сол үшін лучше давайте қазір сіздермен бірге оятып көрейік. Сыртқа шығып кішкене бір ойымды жинақтап алғаным бар енді. 7. Kishan? Huh? The number? Yeah, number 7. 7. So this Yeah. Tomorrow. tomorrow. Так, в общем, алдым кілтті, енді қазір екінші этажға көтерілетін боламыз. Сөйтіп Сабина не істеп жатыр екенін біліп қайтайық. Ауа мұны ішінен. Тұрсай? Не болдың ба? Қыдырып келдің ба дегенде? Сыртқа шығып кеттің жай ғана. Құтау үшін келдің ба не? Тұрса енді Сабина. Құдай үшін қойшы. Енді ұйықтай бересің бе? Адам ұйықтай берсе, ол дальше ұйықтай береді, ұйқы қанбайды. А ұйқы қану үшін сразу тұрып кету керек болды. Сен өз-өзіңді алдап отырсың ғой қазір. Тұр. Так, достар, қайырлы таң. Бізде қазір сағат 1 болды обедке. И біздер қалаға енді мінекей шықтық. Что там, Сабина? Настроение қалай? Тема. Маған ренжуінді қойдың ба? Қашан ренжідің бе? Кеше.
Бізде настроение жақсы. Енді біздер қазір шығып не істейін деп жатырмыз. Әрине Диснейлендке баратын боламыз. Одан кейін кешке қарай примерно уже башняға баратын боламыз. Башняға сразу емес, андай сразу барсам қызы кетіп қалар ма деп тұрды. Сол үшін пока что бармай тұрық біздер. Диснейлендті білесіңдер енді, дәу кәдімгідей мультик сияқты. Сол жаққа барғысы келіп тұрген Сабинаның. Бар фотоға түсіп көріп қайтайық жалпы қандай екен. Ал сендер болсаңдар міндетті түрде лайктарыңды басуды ұмытпаңдар, каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып. Біздер болса қазір остановкаға барып, дальше метровкаға. О, метровка дейді. Метровка? Остановка, метровка. Короче, метроға отырып, 1 сағаттық жол күтіп тұр ғой бізді. Кешегі тайкаларды айтамын да. Кішкентай тамақты қымбат қылып сатып, 100 граммын қымбат, бәленбай мың ақша берген айтамын да. Солғы кеше тайкалар бізге масқара қымбатқа сатып жүрді тамақтарын. Енді специально істеді ме, или өздері сондай баға тұра ма, білмеймін ше. Достар, мынау біздің район, қараңдар, магазиндер тола, кафе, ярмарка, в общем, барлығы бар. Біздер негізі отельді и так четкий районын аламыз ғой. Бүкіл отельдеріміз четкий районнан бұл, по идее. Центр жақтан. В общем, адам көп жүретін күшті жерлерден. Маған ең ұнағаны, по идее, Комодағы отель, иә? Комода. Прям теңізге жақын ғой. Турцияда да тоже сондай болды бізде. Кәдімгідей мешіттерге 3 минуттық жер болды. Қараңдар достар, самса бар екен, прикинь. Кәдімгідей бәрін сатып отыр мына адамдар дейтін. Ола. Айтпақшы, Парижде мошенниктер көп, анау-мынау деп естігенбіз, пока ұрынған жоқпыз, көреміз енді. Қалада айтпақшы неше түрлі ұлттың адамдары көп екен, соны байқадық біздер. Қараңдар, осындай жемістер бар екен. Гүл сатып жатыр, тура біздікіндей. Бізде далада өседі ғой олар. Аллергия ұстап жатыр, дәрі ішпедім мен. Қараңдар достар, не сатып жатқандарын. Неше түрлі нәрсе, мына жемістер, овощилар. Не болды? Дәрім сенде бар ма? Дәрі жоқ менде ешқандай. Аллергияны ұстап отыр ма? Сабинада аллергия бар өзі. Қандай? Сезонная. Сезонная. Короче, күн ыстығанда ма? Жоқ, көктем келгенде жазда. Ана көктем келгенде адамдар не істейді деуші еді ғой, сол емес па? Қайсы? Көктем келгенде адамдар жынды болады, анау-мынау бір-бірлеп сөйлейді деуші еді ғой. Жоқ, ондай емес. Просто сезонный бір гүл ма, бір нәрсеге. Сол уақытта гүл өседі, походу бір ше. Растениялар өседі, и соған менде аллергия бар. Қараңдар достар, бізге қандай метро келді? 2 этажный, прикинь. Қазір үстіне либо астыға отыратын боламыз. Үстіге отырамыз, Сабина? Үстіне отырамыз, кет, давай. Үстіне өтсе сразу. О, мына жақта 2 орын бар екен, сразу отырып алайық. Короче, енді примерно 40 минут жол жүретін боламыз. Мына метромен прямой Диснейлендке барады екен, прикинь. Достар, біздер, короче, Диснейлендқа келдік метродан түсіп. Ал мен Сабинаға пока қарама деп отырмын да. Біз жақындаған кезде бірақ қаратам Сабинаның реакциясын көретін боламыз. Короче, мен де енді өмірінде көрмегем. Тек қандай кино, сериал, видеолардан ғана көрген шығармыз. Сабина, что там, көруге дайынсың ба? Иә, дайынмын. Дайын болсаң, сәл күте тұрмын да қазір жақтан шығып алайық. Примерно көріп тұрсың ба? Примерно көріп тұрғанда жоқпын мен. Пока что входын көріп тұрмын, ана кіретін жерін ғана. Платный ма? Платный емес, тегін ғой, походу бәрі кіріп кетіп жатыр ғой. Достар, қараңдар, бізде, короче, кіретін жері осылай көрінеді екен. Уже музыкамен. Көріп қойдым. А? Көріп қойдым. Қарама, ол емес. Қарама сен әлі, қарама. Гүлдің есі күшін шығып жатыр еще. Мынандай үйде тұрсаң, иә? Замок сияқты ма? Мечта детства ғой. Иә, сказка ғой. Андай Золушка сияқты, андай мультиктер есіме түсіп жатыр ше. Жаққа қарап. Воротаны ашыңдар, принц пен принцесса келатыр. Оказывается, вход тегін емес екен. 214 евроға шығып тұр Сабина екеумізге. Не істейміз, Сабина? 119 мың теңге. Что там? Кіру керек қой, тегін екен. Біз басында ойладық, әрі кетсе вход бір 20 мың теңге шығар адам басы деп. И вообще басында ойлап қалдық тегін шығар деп. Сөйтсе, әкесінің құнын сұрап тұр. Кіру керек қой, ә? Қарандар, маған 107 евро, Сабинаға 107 евро, общий 214 евро шығып тұр. Так, достар, қарандар, енді біздер қазір сатып алатын боламыз. Make payment деген басамыз, и бізде ақша шешілу керек. Так, қарандар, достар, бізде, короче, вы совершаете платеж дейді, код жазу керек дейді. Айбе, ақша шешіп алды, қарандар, достар. 120 мың теңге шешіп алды.
Диснейлендқа қазір кіретін боламыз. Стоит или не стоит? Оны бүгін білеміз. Өмірді бір ағыры түсіріп жатырмыз, содан кейін көру керек, дұрыс па? Достар, 120 мың теңгеге сатып алған билетіміз құтты болсын ал. Қазір кіріп көретін боламыз. Басында ойбай, тегін деп ойлап едім. Жарайды енді. Достар, ойландаршы, мынаяқтағы адамдардың барлығы 60 мың теңге төлеген. Қаншама ақша айналып жатыр, қаншама ақша жасап жатыр деймін да, мынаяқтағылар. Мына қарасаңдаршы, адам дейтін жетеді прям. Да, фига адам. Осын барлығы 60 мың теңге төлеген ғой, ё-майо. Ойлашы, осы Диснейленд сенікі болып, адамдар 60 мың теңгеден кіріп жатыр, не істейсің? Ақшаны да фига. Пляжда жатасың ба? Дивыда жатпаймын. Осы зданияларды көру үшін біз 60 мың теңге төледік па? Аттракциондар бар ішінде. Қойшы, қазір көретін боламыз онда. Сен қарамай жүр, мен артына жүрсейсің, мен алдыда жүрейін. Так, көрініп тұрған жоқ әлі. Астыға қарап жүре берсін, астыға қарап жүр. Маған көрінді маған, прикинь. Қарай берейін ба? Маған көрінді, жоқ, қарама әлі, қарама. Алдында ма прям? Мынау, кішкентай ақ емес па? Достар, қараңыздаршы, мынау оригинал ма или өтірігі ма? Екіншісі ма? Чота вообще дәу сияқты емес, ұқсамайды дәуге. Давай қара. Мынау сол ма, сол емес па? Кішкентай ақ қой. Достар, жаңағы кішкентай замок болмай қойсын деп тілейік, потому что анау чересчур кішкентай енді. Даже анау Өзбекстандағы сонымен бірдей болып тұр, Мынау адам дейтін масқара көп қой, шілей көп қой. Достар, мен вообще қызығып атқан жоқпын мынаған ше. Натуре кринж ұстап жатырмын. Мынау вообще таңғалатындай нәрсе емес қой. Не мынау вообще? Прикинь, екі замок емес, сол осы біреу ақ замок екен. Иә. Мен ойласам, бұдан дәу бар ма деп, жоқ, оказывается, жоқ екен, осақ қана екен. Басқа жерге барамыз ау біз фотоға түсуге, неяқта невозможно, адам дейтін көп. Білмеймін, адамдардың бәрі чота бақытты болып жүр, күліп, ойнап. Мен олардың есіне кіре алмай жатырмын, вайптарына. Сен де ма? Сен жақсы көретін ғой. Ташкенттегі бұдан дәу еді ғой? Қой, Достар, қараңыздар, біз какой-то пещераға кіріп кеттік, сказканың. Мынаяқта дракон бар екен. Қараңдар. Қараңдар. Қоспашы фонарик. Ұйықтап қалды мына уже. Осындай нақта адамдар очередь тола екен. Қазір аттракционмен кашеніп, ішіне кіріп көретін боламыз. Сабина? Марионеткаларды көреміз, андай. Лайктарымды басындар. Қараңдар достар, талпа очередь анаяқта, ал біздер наконец-то очередіміз жетіп отырдық мінекей. Ой-бой, не нәрсе, Так, қандай қорқынышты нәрселер бар екен, қазір көреміз. Қараңдар. Түрмеде отырған ау. Қара. Қарыңдар. Поппи Плейтаймның несіне ұқсайды мынау? Карусель. Ой, давай, делай, брат. Делаешь. Мона Лизаны қара. Нөмірі түрмейді.
Ne partez pas d'ici. Қалай, Сабина? Прям как в сказке. Бірақ кішкене реалистично болғанда, иә? О, мынаны қара. Болды ма не? Бітті ма не? Йо, тез бітіп қалды ғой. Мә, достар, прикинь, тез бітіп қалды, короче, бірақ кіші... Қалай? Жақсы ма? Ұнады ма? Сабинаға ұнаса болды, маған ұнады. Сіздерге қалай, достар, ұнады ма? Комментарияға жазып кетіңдер, міндетті түрде. Короче, Диснейленд неге осындай екен. Жалпы Сабинаға ұнады. Ну, нормально пойдет, по идее. Бірақ кішкентай балаларға вообще қызық қойынды бұл. Андай бізге андай аттракцион қызық қой, прям шумный ше. Достар, егер де араларында мына Диснейлендке келеміз деп жүргендер болса, либо туысқандарын, таныстарын болса, мына жаққа барайықшы, вау деп жүргендер, айтыңдар, вообще келмей қойсын. Пустая трата денег. Біздер 120 мың теңгені мына жерге төлегенше лучше бы мен ол ақшаға тамақ жейтін едім ше. Натуре стейк, анау-мынау. Аши мынаны көргенге мен 120 мың төлемей ақ қойдым. Натуре өкіп кеттім мен. Короче, видеоға түсіріп жатты да. И видеоға түсіріп жігітіне сүйісіп тұрған. Өзі білетті. Короче, міне осыны көру үшін Сабина екеуміз келдік, е? Болды, енді осыған қарап отырайық енді. Осыған қарап қарнымыз тойсын, Сабина. Тамақ ішейікші. Жаңаға сөйлесейікші. Адам дейтін жетеді, ойбай. Мынаны қарасаңдар, не масқара мынау. Короче, мынаяқта бізде мороженое дейді. Сабина жегісі келіп жатыр екен. Мороженейдің бағасын қазір әкесінің бағасын сұрайтын сияқты. Міне, Очередь. 7 евроны екеуі. 7 евро әшін кекс. 4,5 теңге кекс пен су. Чо там? Қымбат қой. Қараңдар достар, мынаяқта Диснейлардың бүкіл мультиктағы Дисней мультигіндағы бүкіл персонаждар тұр. Микки Маус. В общем, мынаяқта қараңдар. Стич базар жоқ. Стичті көріп өстім ғой мен осыны. Бағасы 129 евро. Билеттің бағасымен бірде 60 мың теңге әшейін ойыншық. Мынаны кім біледі? Тарзан мен принцесса, русалка мінекей. Йо, бағасы ужасно шығар. Мулан міне, Мулан. Муланды қараңдар, Мулан. Мынау драконы қасындағы Муана емес, сол емес пе де вроде? Вот ты где. Не ол? Туфельканы қарса, туфелька. Золушканың ба? Ішінде қарса, еще колечко бар. Қой, 6900 евро. евро дейді. Қанша теңге ол касса? Шаман қымбат қонау, не құдіреті барынан сонша 6900 тұратындай. Мынаны қараңдар, мұны 699 евро дейді. Какой-то ойыншық, достар. 3 миллион 864 мың теңге тұрады. Қой, да ну, серьезно? 3 миллион тұрады мынау. Осыны алатындар бар қоя бірақ, байдың қыздары болды ғой. Папа алып берші сен кезі. Папасы алып бере салатын миллиардерлердің қыздары алады ғой, олар премьерно ше. Ужас просто. Короче, сол Дисней жақтан сэндвич сатып алдық. Плюс чипсы. Қайсы чипсы дейсіз? Біртүрлі екен. Қалаға қарай бара жатырмыз. Бүйткен Диснейленді құрсын. Вообще ұнаған жоқ. 120 мыңға не стоит. Так, достар, біздер Диснейлендтен метроға отырып қалаға дейін жетіп алдық. Одан кейін енді Лувр дейма бір сондай бір жерге келдік біздер. Біздер метродан түсіп, общем қалаға дейін жетіп алдық. Настроение қашып кеткен менде. Жарайды, кеткен ақша кетті ғой, бірақ сонда да бір көтім ашып отыр же.
не дейсің Сабина ол туралы айтшы. Нормально. Нормально. Қайда кетіп жатыр деп па? Жоқ андай ғой, бір зат алсаң, вот можно, да? Или там оны корабльге, бір какой-то бір лайнерге төлесең, там самолетке бір нормальный нәрсеге. Жоқ ана кіріп болмайтын нәрсеге төлеуге енді. Шетен майда балдармен ойнап қайтқанбыз ба? Еще щегулдармен бір мен ойладым, натуре бір қызық шығар деп ше. Бірақ түк те қызық емес. Короче, мына қараңдар. Бір мынандай жерге келдік. Келе жатқан жеріміз емес негізі, бірақ по пути көріп қалдық та. А? Енді арманым бұл кішкентай кезімнен көргім келіп жүрген жерім осы. Қой. Кеттік, біз не хабарымыз керек қой? Париж бар ғой, достар. Бөлек екен енді. Миланға таңғалып жүредік қой біздер. Мә қалай соққан, мә күшті ғона зданиялар деп. Ал Франциянікі болса вообще күшті екен енді. Яқтан кіре алмаймыз ба не? Так, достар, мінекей біздер осы жерге келгіміз келген. Бірақ няқа Ана адамдар жүр ғой? басқа жағынан екен. Жоқ, в целом жауып тастаған ғой аны. Негізі есік ашық болу керек қой. Неге жауып тастаған екен? Ал достар, ақыры айналып келдік мына жерді. В общем, жақыннан осылай көрінеді екен мінекей. Ну, особо таңғалатындай емес екен. Таңғалатындай мыналар ғой. Ескерткіштер, зданиялар. Осылар күшті соқты да. Анау обычный пирамида. Что там, Сабина, қалай шығып жатыр фотоны? Бетін жауып тұрайын ба кішкене? Жоқ. Бүйтіп тұрайын ба міне? Бетіне көлеңке түспейтіндей. На память былайынан түсейік ал. Кім? Нұрасан пирамиданың ішінде. Қалай, достар? Зор болып тұрмын ба? Күн түсіп тұрған болмаса, так нормально сияқты мен ойымша. Так, достар, біздер автобустан түстік. Қазір Эльф башняның тура қасына келдік. Артымызда тұр прям. Даже білмеймін живой қалай көрінетін. Бірақ қазір көретін боламыз. Так, тоқта, басын төменге түсірші. Примерно угадать, примерно андай не істейікші, карта бойынша қақта екенін ше. Ой, чуть-чуть бойының көріп қалдым. Чуть-чуть несін көріп қалдым. Несін көріп қалдым? Аяғың ба? Жоқ, аяғым емес, белін көріп қалдым, белін. Мен де белін көрдім ғой. Қарама, ешқайда қарамасаң, басын түсірсің. Басын түсір, қарама ешқайда. Мен көрдім. Көріп қойдың ба не? Қарамаса мен саған қарама дедім ғой. Артымызда деп ойлап қалдым. Қарамаса мен саған қарама дедім ғой. Мен артымызда деп ойлап қалдым. Қарама. Достар, короче, тура мына ағаштың артында башня тұр. Бірақ біз специально қарамай тұрмыз. Жан-жағымыз осындай мені. Карта бойынша біздер уже тура прям қасындамыз. Бізге ағаштардан көрінбей тұр. Ағаштардың арқасында бізге көрінбей тұр. Бірақ көруге болады. Специально басымды түсіріп келе жатырмық қой. Қалай живой болады екен енді. Сен не көріп қоясың? Мен жерге қарап келе тұрмын. Жоқ, сен бағана көріп қойдың. Болмайды ол. Көріп қойған дұрыс көрмедің бірақ, ә? Иә, дұрыс көрмедім. Давай, дайындал. Мен көріп тұрмын, дәу екен. Сәл-пәл көріп. Білем, мен де көріп қалдым кішкене. Мен сені камерадан қарап тұрмын, қарама. Шалынып қалып жатырмын ғой, ата вообще жерге қарап келе жатыр. Қарама. Достар, біз дайынбыз. Біз көруге дайынбыз, кетір. Ой, блин, дейтіндей бақылысын. Вай, да оны. Адамдар рашында қорытқа қызық. Османле деп. Блин, я разочарование болып жатыр. Неге? Білмеймін, күшті емес қой. Күшті емес па не? Балық едеш? Прям күшті емес енді. Болады. Қазір достар, сендерге көрсетейін енді. Короче, міне. Ебана. Дәу болып тұр прям. Ну, Среднячок. прям таңғалатындай емес па? Ну, наш бәйтерек лучше. Жақ қоясың. Сонша жаңа қарама деп келе жатқанымыз осы ма? Қарама дейтіндей. Ну, по идее, қазір жарық болып тұрғаннан кейін ғой, бір түрлі болып тұрған. Түнде әдемі шығар просто. Түнде әдемі болады, еще Түнде түнде көріміз керек алыстан вообще топ болады. Зато қазір көріп алдық та, хотя бы. Түнде келуіміз керек. Ал, достар, мінекей, біз Эльф башняның... Қандай? Дұрыстап айтып жүргенші. Эльф емес. башня. Қарағызынша Эйфел Таун бар. Эйфелевая башня. Эльфелевая башня. Имени де отыр мағаным бері. Эйфелевая деп отыр. Қумашы Эльфелевая башня. Төбесін мінуге болады. Бірақ ол ақшаны біздер Диснейлендке құрт бастадық. 120 мың теңге. 120 мың теңге. Жүрсең ғой сол Диснейленд.
Тура башняның алдында бізде осындай шоу болып жатыр. Билеп отыр, короче. Мына видті қараңдар. Қалай достар? Әдемі ма? Адам дейтін жетеді енді, масқара. Қалай, Сабина? Башня қалай екен? Жақсы ма? Қалай достар, өлім болып тұр ма? Өлім. For the final. On applaudit for the final. Hey, the final va être exceptionnel. Okay, for the final, we need 5 people with me. Who want to dance with me? Qui danse avec moi? Qui veut danser pour le final avec moi? Je veux des vrais danseurs, des acrobates. On veut du lourd. Alors attends. C'est moi qui vais choisir. Шансана бересің мұна битпен. Достар, барлықтарына сәлем. Бүгін бізде Париждегі 3-ші күн. Яғни біз кеше далада жүрдік, серуендедік, сөйтіп тамақ ішіп отельге барған болатынбыз. Енді мінекей тағы да центрға келдік, яғни башняның қасына тамақ ішіп алған болатынбыз обедке. Енді уже сағат 2-3 болып қалды ма? 3-4 болып қалды примерно сағат. И қайтадан тамақ жейін деп отырмыз. Короче, мен өзіме осындай типа сэндвич алдым, ішінде курица, сыр мен. Сабина не алдың? Нутелла мен блинчик. Қалай екен тамы? Одан кейін достар, мінекей біздер жақсылап тұрып киініп алдық. Сабинаның қарандар осындай көйлек киіп алған. Ойбу, қаяққа дайындалып шықтық қарындас. Видео түсіруге. Бүгін біздер видео, фото сөйтін боламыз осы башняның фонымен. Так что бізге сәттілік тілеп қойыңдар. Қазір көретін боламыздар. Дәмі четкий сияқты примерно. Қайсы башнямен, под видом башни, давай, соқшышы. Ойбу, күшті кетіп отыр ғой. Қазір, короче, достар, дәмін көретін боламыз. Башняға қарап кетіп шыққан. Қанша теңгеге алдық осыны? 12 мың теңге. Мана еке 12 мың теңге болған ба? Ол фигня. Сен Диснейлендтен түсек? Блин. Аяғым ауырып жатыр. Парижда мен жігітім көтеріп жүр. Сәл қалды, шыда. 1 километр қалды деп. Болды. Болды. Ай, аяғым жүрамай. Уф, шаша кеттім. Зыңқ еткізі. Зыңқ еткізеймін. Достар, қараңыздар, бізде Эльфілеу башня кәдімгідей жанды. Ровно сағат кешкі 9-да осылайынан әдемілеп жанады екен. И біздер өзімізге видеограф тауып алдық. Бізге видео, фото жасап беретін тура артында мінекей тұр. Қазір кішкене кеш батсын, сөйтіп біздер видео, фото жасайтын боламыз. Что там, Сабина? Видео, фото істейміз ба? Күштілеп тұр? Қалай настроение? Четкий настроение. Башня қалай екен? Башня прямо әдемі екен. Алдынан. Күшті ма? Жанғанды вообще. Какая у вас? Пакет 3 и 4? 3. Достар, мен тура башняның алдында жаңа ғана Сабинаға предложение істедім. В общем, барлығы четко өтті. Оны енді видеоға түсіріп үлгермедім, потому что енді предложение болғаннан кейін влогты бірге қосып жүре алмаймын ғой. И қараңдаршы, мынандай видпен керемет предложение істеген болатынбыз. Сабина, қалай болды? Күшті болды. Жақсы ма? Иә. Міне біздің фотограф бізге көмектескен. Ребята, если что, приходите.
Отличные фотографии. Yeah. Хорошая камера. Если я берусь за людей, то я сделаю прекрасные. Вот смотрите, все сделаем на эту камеру. Все, если фотографии даже не надо обрабатывать, сразу можно закидывать и просто будет только ловите лайки. Иә достар, біздер жаңағы Парижда, біз короче Башяның алдында жүрген кезде бізге қаншама индустар келді, говно камералармен, и біз осы кісіні жолықтырдық, профессиональный камерамен түсіреді екен, өздерің көріп тұрсыңдар камерасы қандай дәу екенін. В общем, осы кісі бізге жақсы баға істеп, скидкасын істеп берді. Иә, на высшем уровне, барлығы жақсы. Так что, если егер де сіздерді Парижға келіп жатсаңыздар, ағаларын, туысқандарын келіп жатса, осы кісімен байланыстырыңдар болады. Номерін, инстаграмын қалдырам. Так что, жеги. Так что переходите, давайте, Да, ребята. да, да. В общем, достар, осылай бізде приложение өте керемет өтті. Егер де сендерге қызықты болса, қаяқтан қараймын дейсеңдер, әрине инстаграмнан көрсеңдер болады. Мен уже приложение істеп қойдым. Білмеймін, сіздер қай уақытта қарап жатсыздар бұл видеоны. Бірақ мен 20 апрель күні Сабинаға приложение істедім. Оны инстаграмға кіріп қараңыздар. Ал енді біздер влогымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Приложениені істеп тастадық, болды, жанның тыныштығы бітті. Негізі біз Парижге осы приложениені істеу үшін келген болатынбыз. Болды, миссия выполнена, дұрыс па? Иә. Иә, Она сказала да деп қойса. Она сказала да деп инстаграмға қазір Сабина салады. Вот, қараңдар достар, бізде тура Башняның қасынан өтіп бара жатырмыз. Қазір метроға отырып үйге қарай қайтатын боламыз. Адам дейтін аяқта тола өте көп. Главное предложение істедік, сол үшін келдік қой біздер. Заодно Италияны, Стамбулды, басқа да елдерді көріп кеттік. Соңында Парижға келіп предложение істеп, мінекей қайтамыз енді өзіміздің елімізге. Қатты сағынып кеттім Қазақстанды. В гостях қалай? В гостях хорошо, но дома лучше. Иә, өзіміздің үйімізде күшті. Қараңдаршы, Башяның үсті қалай? Жанат қандай нелермен? Жанып атқан көрсету керек. Жанып атқан кезде көрсету керек еді. Мынау ше қазір ше 12-де қара болып жанады дейді. Қалай қара болып? Қап-қара болады, короче. Қап-қара? Жанып тұрады. Қалай қап-қара болып жанып тұрады? Мынау полный сары болып тұр ғой. Мынау Иә. қара болып жанып тұрады. Қара болады да бүйтіп жанып тұрады. Я хочу оны жемес қой. Әдемі болады дейді. Не істейміз, 12-де жүрмей шығармыз? Қош қайтайықшы. Қайтайық Сол құрсын. негізі айтып жатқаным ғой. Бүгін қандай болады? Тоңып қалдық. Дала дейтін суық бізде, кешке жақын суық екен. 9 градус. Күндіз нормальный сақтайды вроде, бірінен кешке суық кетті әйтеуір. Иә достар, барлықтарын бізге тілектерін жазып қойыңдар, барлықтардың комментарияларын оқимын, міндетті түрде лайктарын басыңдар. Өкінішті әрине блогқа біздің приложениеміз түспегені, бірақ енді не до влога болды шыны керек. Ана жақта фотограф бізге айтты, таста камераны, лучше бүкіл фокусыңды қызына бөл, приложение істейін деп жатсың ғой сен. Лучше дайындалсайшы, анау-мынау бір бөледі сірбәле деп отыр да. И одан кейін енді блогқа уақыт болмады, содан кейін солай міне. Сол үшін инстаграмнан көрсеңдер болады. Ана видті қарашы Сабина. Әдемі, иә? Қандай керемет. Сәлем достар, бұл бізде Париждегі 4-ші күн. Короче, біздер отельден уже шығып кеттік. Яғни бүгін отельде өткізетін күн болғаннан кейін. В общем, қазір біздер 4 сағаттан кейін Брюссель деген қалаға баратын боламыз. Яғни қандай ел? Бельгия ма? Иә, Бельгия дейтін ел. В общем, Брюссель деген қала. Сояқтан біздер самолетқа отырамыз ертеңгі күні. И сөйтіп Стамбулға ұшып пересадкамен Астанаға ұшатын боламыз ғой. Енді қазір біздер супермаркеттамыз, Сабина екеуміз. Короче, шоколад, анау-мынау Париждің жейтін нәрселерін үйге алып баратын боламыз. Продукт аламыз ғой, кішігірім. Че там, Сабина, қолыңды көрсетші, кәне қолыңды. Ну-ка. Ой-бой. Қолында миллион тұратын сақина тұр ғой. Так, не бар екен өзі? Осындай үй жақтағы супермаркеттамыз, тура отельдің қасында. Шоколад? Қандай шоколад? Бірандай бір дәу коробка керек емес бізге, ол сыймайды ғой сумкаға. Сол үшін андай кішкентай сияқтылар ма бір необычный бір күштісін алайық, иә. Біздің Қазақстанда жоқ нәрсені алайық та, сөйтіп Милка әкеп тұрған ба? Нутелла алып кепші. Достар, міне шоколадтардың түрлері өте көп екен. Не бол Феррера деген? Феррера Роше. Аласың біреусін? Қайсыны алайын? Біреусін ала сал. В общем, примерно бір 6 шоколад алайық та? 6 ма қанша аламыз өзі? Таңдап алайық. Только шоколад, басқа нәрселер Шоколадтан бөлек тағы басқа нәрсе алайық. Шоколад деген кейін өзіміз жейміз ғой.
французский шоколад деп жеп отырамыз. Мынандай алайын ба? Симба дейді. Давай. Осыны көрейік, мынаны көрейік. Манки. Короче, достар, мінекей біздер осындай 5 шоколад алдық үйге. Маймыл, одан кейін Симба, одан кейін фисташковый и мынандай Ferrero Rocher ма? Раши ма? В общем, осындай. Короче, 5 түрлісін алдық. Бізде сумкада тағы біреусі бар, сонымен 6 болады вообще. Үшеуі Сабинаның үйлеріне, үшеуі біздікіне. Аналар не? Мынау не? Мынау? Печенье ма бір бәле ғой мынау, походу, ше? Ойна, я мындай алу керек еді. Шоколадтың варианттарын қараңдар достар, өте көп. Осының арасынан бір 5-еуін таңдап алдық біздер жаңа. Сабина қай кетіп қалды? Что там жүгірмек? Негізі мынандай готовый тамақ алып кету керек еді, иә? Попкорн ба не анау? Готовый тамақтан су қосасың, иә? Иә, алып көреміз ба? Қазір көрейік, алдымен не алып алайықшы? Үйдегілерге алып алайық. Мынандай алсақ мұны? Нормально сияқты мынау? Тәтті сияқты ма? Мынандай алсақ мұны? Нормально сияқты па? Мынандай екеу аламын ба, или мынандайдан екі түрлісін алайын ба? Маған. Давай, маған мынау. Болды, жетеді ма осы? Иә. Достар, біздер Париждан кетіп қалдық и уже автобуспен Брюссель, яғни Бельгия деген елге келдік. Мен алдыңғы видеоларда вроде айттым ғой, есімде жоқ қазір, просто. И автобустан түсіп, біздер дальше тағы да бір автобусқа отырдық, аэропортқа дейін жетіп алу үшін. И енді бұл автобуста адам мүлдем жоқ екен. Как будто мен бір хоррор ойынға түскендей болып отырмын. Даже не только автобус, қалада адам жоқ қой, но Бельгия дейтін Брюссель деген вроде астанасы, я осы адам жоқ, прикинь, вообще. Мен өзім шоке болып отырмын. Сабина? Қараңдар достар, бізден басқа адам жоқ. Андай хоррорлар сияқты бір, как будто ше бір, мен білесіңдер ма, бір хоррор ойын ойнаушы едім ғой, тура сондай сияқты болып отыр. Андай бір аномалия сияқты ма, бір сондай бір сияқты. Водитель бар, и только Сабина екеуміз ғана, бітті. Басқа ешкім жоқ. Сендер даже қаланың өзін қараңдар. Білмеймін, даже көрініп тұрған жоқ па? Адам мүлдем жоқ, бір тірі жан жоқ даже. Біз мына жерге келген кезде шоке болдық негізінде ше. Адам да жоқ болғаннан кейін. В общем, қазір біздер енді аэропортқа бара жатырмыз. Осы автобуспен, бұл жақтың автобустары қымбат екен. 6 евро адам басы. Ал Миланда и даже Парижда бұл жақта адам басы автобус 2,5 евро. Ал бұл жақта болса 6 евро. Не үшін қымбат? Может, қымбат болғаннан кейін адам мүлдем жоқ шығар. Содан кейін болуы мүмкін, иә? Қымбат ел болғаннан кейін адам аз тұратын шығар. Білмеймін достар. Может, бұл жақта автобус невыгодный, содан кейін адам жүрмейтін шығар. Қазір үшін біздер аэропортқа барамыз, сөйтіп Турцияға ұшамыз, Турциядан Қазақстанға ұшамыз, яғни Астана қаласына. И сөйтіп өзіміздің елімізге жетеміз. Сағынып кеттім өз елімше. Шетелде көп жүре бергенде надоело екен кішкене. Бір максимум бір 7 күн, бір апта жетеді негізінде ше. Бір аптадан кейін уже ары қарай қателеу. Лучше қыдыратын болсаңдар, бір-ақ апта қыдырған дұрыс деп ойлаймын. Біздер аэропортқа келдік и біздер енді вылетті күтеміз. А пока что қарны ашып кетті, сол үшін тамақ жеп отқан жайымыз бар. Сабида, не жеп отсың? Хот-дог. Мен, короче, осындай бургер алдым и өзіме спрайт алдым ішкенге. Бағасы 10 000 теңге болды. Ну, это Европа, сол үшін қымбат. Ал бізде, если бұның бағалары, ал Қазақстанда бургер мысалы кемінде в средний 2,5 теңге тұрады дейікші, а хот-дог 1,5 теңге тұрады. Сонда қанша болды? 4 000 болды ма? 4 000 болды, иә. И спрайт 500 теңге, 4,5 теңгеге получается осы нәрселерді аласың. Ал Европада 10 000 теңгеге аласың, қымбат. Брюссель қымбат екен негізінде. Еще достар, бұл жақтың аэропорты кішкентай екен. Бір қызық көрсетейін ба? Тура қасымызда, короче, бомба ұйықтап отыр. Не? Не? Не деймін? Жағдайы жоқ адам деймін? Бала обеспеченный деп айтсай? Енді жағдай болмай тұр енді. Мынақта, короче, адамдар жүр. Осылай отырмыз. Отыратын жер бар негізінде, просто розеткілер мынақта бос екен да, и сол себептен осы жерде отырып алдық. Сол бізге ас болсын. Енді аман есен елімізге жетіп алайық.
самолетімізге отырып дегендей. Біздер бағанағы быт шыққан аэропорттан кетіп қалдық. Оказывается, ол любой адам кіре беретін жер екен. Енді біз нормальный аэропортқа келдік. Бәсе енді другой дело қалды кішкене болсын. Қараңыздар достар, мына жақ кәдімгідей кухнясымен осындай аэропорттың как обычно. Қараңдар. Осылай әдемі как обычно аэропорт. Тамақ істеп алдық өзімізге. Қараңдар, роллтон, мынандай печеньеміз бар, суымыз бар, шайымыз бар, сэндвич, мынандай круассанымыз бар, тағы да. В общем, жеп алайын деп жатырмыз Сабина екеуміз. Осы, короче, достар, біз қазір жақсылап тұрып жеп алуымыз керек. Ыстық шай ішіп, айтпаса ыстық шай ішпегелі қанша болды Турцияда шықтық па соңғы рет, Сабина? Сол ғой, ё-моё. Оказывается, яқта Брюссельде аэропорт біреу болғанмен іші екіге бөлінеді екен. Біреусі любой адамдарға кіре береді. Басында, короче, туалеттер платный болды еще. 1 евро тұрады туалеттер, короче, 560 теңге ма сондай. Ояқа любой адам кіре бергеннен кейін специально платный қылдырып қойған. И енді мынау самолетпен ұшатындарға ғана, ну, типа для пассажиров болғаннан кейін кішкене условия бар да, бәсе осындай жерге келу керек еді ғой. Ал бізге ас болсын, біраздан соң самолетке отырамыз. Ал мінекей достар, влог осы жерден бітеді. Біздер Бельгиядан Стамбулға ұшып, Стамбулдан өзіміздің Қазақстанға ұшқан болатынбыз. Сіздерге көп рахмет, видеоның соңына дейін қарағандарына. Міндетті түрде лайктар басуды ұмытпаңдар. Егер де влог ұнаса, каналға тіркеліңдер, араларында тіркелмегендер болса. Егер де Стамбул, Италия влогтарын көрмегендер болса, міндетті түрде каналға кіріп көрсеңдер болады. Так что достар, сіздерге тек қана сәттілік, бізге де сәттілік тілеп қойыңдар. Сіздерім болмен Рамазан, келесі көріскенше, давайте міндетті түрде Telegram, Instagram группаларға тіркелуді ұмытпаңыздар.